Бірақ самурайлық өмірдің ең ауыр тарихы өлімге мүнәсібет болған. Самурай өз намысы үшін жан беруге тайын еді. Егер ол ұятсыз іс қылса, қожасына қиянет етсе, ямаса тапсырманы орылай алмаса, ол сеппуку қылу арқылы өзін жазалаған. Сеппуку кейде харакири деп те аталады. Бұл өз қарнын ямаса ішін өз қылышы менен жарып жан беру деген сөз еді. Бұл жүдә ауыр, бірақ та самурайлар үшін бұл ар намысты қайта тікілеудің жолы болған. Яғни олар сеппуку қылу арқылы өз шаңырағының абырайын сақлап қалған. Айрым жағдайларда бұны қожайынының бұйрығы менен істеген һәм хәттекі мәресім көрінісінде де болып өткен. Яғни оған достары, гуалар һәм жәрдемшілер қатынасқан һәм ақырында жәрдемші оның басын кесіп, ауруды жұмақлаған. Самурайлар үшін құрметпенен өлу тірі қалып ұят ішінде жасаудан абзал. Олар үшін өмірдің қадірі бар еді. Бірақ ол қадіриyaтлар садықлық һәм ар намыспенен байланысы еді. Бұл тәрбиелері самурайлықты апайы жауынгерліктен ажыратып тұрған. Бүгін Бушидо кодексі да, сеппуку әдеті де жоқ. Бірақ самурайлар мінез құлқы япон мәдениетінде адамларда елге шекем сезіледі.